Шаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің 210 топ студенті Аблекин Әдел. Әлемді тану өзіңді танудан басталады. Қашан бала ғылым-білімді махаббат пен көксерлік болса, сонда ғана оның атадан болады деген Абай Құнанбайұлы. Баланың алғашқы тәрбие алатын орны ол отбасы. Отбасында баланың мінез құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру біздің негізгі мақсатымыз. Еліміздің болашағының тізгінін ұстар тұлғаның бойына білімнің нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруіміз қажет. Балам дейтін жұрт болмаса алғаны жөн. Себебі бала ата-ананың өмірінің жалғасы. Тәрбие бесіктен беріледі. Баланың ақылды, парасатты, әдепті болып өсу ата-ананың мерейі. Қазақ сөзбен түзеп, көзбен тәрбиелеген ұлы халық қой. Даналығы мен даралығы тәрбиесімен өнегесі сөзінде көмкерілген. Тәрбие мен өнеге туралы мақал-мәтелдерде аз емес. Балаға байқап сөйлесең ақылыңа көнер, байқамай шайқап сөйлесең көрсетер бір өнер. Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын. Дұрыс қанаттанған түзу ұшар. Балаға өз тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле. Қызы анадан үйренбей өнеге алмас, ұлы атадан үйренбей сапар шекпес. Тәрбиелі адам тағаланған атпен тең. Мағжан Жұмабаев бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Бала тар ойлы ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. Бала сұлулықтан ләззат ала білмейтін, мылқау, жынды болса, бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы деп айтып кеткен. Біздің данагөй халқымыз ежелден ақ бала тәрбиесін болашақ тәрбиесі деп түсінген. Сол себепті жаман мінез құлықтан сақтандыруда ұлға 30 үйден, қызға 40 үйден түйе салған. Бұл және де біздің қазақ ұлтында бала тәрбиесінің бүкіл әулеттің көрші көлем ағайын болып ат салысқанын танытады. Өйткені ол бай іс тәжірибені, жоғары адамгершілік қасиеттер мен ақыл парасатты білімділік пен даналықты талап етеді. Макаренконың пайымдауынша, ол халық алдында бала тәрбиесі туралы лекция оқып тұрғанда 3 жасар баласы бар бір келіншек оған: Антон Семенович, айтыңызшы, баланы қай жастан бастап тәрбиелеу қажет деп сұрақ қояды. Танымал педагог: балаңыз неше жаста дейді. 3 жаста. Осы сөзді естігенде Макаренко былай дейді: балаңыз 3 жаста болса, сіз шындығында бұл баланы тәрбиелеуде 3 жыл кейін қалып қойдыңыз. Сен бала өмірге шар ете келе салысымен тәрбиесіне мән берген абзал деп ой қорытқым кеп отыр. Келесі кезекті бейнероликке назар салайық. Ақ-қараны ажырата бастаған уақыттан бастап, балаңызды үлкендер отыратын салиқалы жиындарға қатыстырыңыз. Естияр баланы қонақ келгенде ересектермен бірге отырғызу, оның зерек болып өсуі мен тез жетілу жолындағы мол мүмкіндік. Баланы ешқашан біреудің көзінше сөкпеңіз. Оған тәрбиені оңашада сіңіріңіз. Сонда бала жасқаншақ, жалтақ болмайды. Балаңызбен кейде ақылдасып, кеңес сұрап тұрыңыз. Қате түсін түзетіңіз. Бұл оның ойлау жүйесін дамытып, өзіне деген сенімін оятады. Балаңызбен сырласып, оған құпияларды сеніп тапсырыңыз. Бұл оның сырға беріктігі мен аманатшыл қасиетін қалыптастырады. Балаға уәде берсеңіз, оны міндетті түрде орындаңыз. Олай болмаған жағдайда бала сертінде тұрмайды, өтірікші болып өседі. Үйде балаға шамасы жететін, әрі сол үшін жауап беретін маңызды іс тапсыруды әдетке айналдырыңыз. Үнем істің нәтижесін сұрауды ұмытпаңыз. Бұл оны жастайынан еңбекқорлыққа, жауапкершілікке баулайды. Баланы үйдегі қонақтардың алдында сөйлетіп, ойын еркін жеткізуге үйретіңіз. Бұл оның сөзге шебер әрі көпшіл, орта мен тез тіл табысатын болып өсуіне себеп. Тәрбиенің негізі балаңыздың кімді үлгі тұтатынына байланысты. Өйткені оның бойындағы барлық қылықтар еліктеу арқылы қалыптасады. Сондықтан оған
бабаларының шынайы ерліктерін, әрі адамзаттың идеалы болған пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ізгі қасиеттерін жиі әңгімелеңіз. Балаңызды атқа мінуге, жүзу мен садақ атуға және күресуге бейімдеңіз. Бұл оның батыр әрі ширақ болып өсуінің тетіктері. Жастайынан олардың санасына Алланың көріп тұратынын сіңіріңіз. Себебі ата-анасы жоқ жерде баланы қиянат пен қылмыстан тосатын Құдайдан қорқу ғана. Өзіңмен өзің күрес, ең қиын күрес. Өзіңді өзің жеңген жеңіс, ең ұлы жеңіс деп бүгінгі тақырыпты аяқтағым келіп отыр.